Жаназасыз қалу. Қарыз бен парыз сұрағы өмірден озған кісінің төрт жұрты мен жақын туыс ағайын жекжат жұраттарының арасында жасырын өтеді. Қорытындысы жерлеуге келген халыққа айтылады. Қазақ осы заңнан қорыққан, жаназасыз қалудан қорыққан. Қарыз бен парызды жаназа шықпай тұрып сұрағанда, өмірден озған адам дүниені кері кетіріп, суды теріс ағызып, ұлтының басын дауға қалдырып, қатыннан қатын алып, бала-шаға шашып, ағайын туыс, дос-жаранға дес бермей, қазақтың көзін қанға толтырып, қарыз бен парызын өтемеген болса, ағайын туыстарының барлығы жер шұқып, жерге қараған, жаназа кері кетіп, шықпай қалаған. Егер қайтыс болған адам ұлтының алдында парызы мен қарызын өтемеген, мемлекетін тонаған, мойнына қан жүктеген, ұрлық қарлық жасап күн көрген, алғанын жесір, тапқызғанын жетім, ата-анасын қан жылатып, төрт жұртының алдында жасаған кінәсі артылып жығылса, ол кісіге жаназа шығарылмаған. Қазақ осы жаназасы шықпай қалатын сәттен қорыққан. Қазақтың басқа дінге кетуінің бір себебі осында жатыр. Өлгеннің денесін жерге беру үшін күнәсі мен кінәсін мойнына алып, сауға сұрайтын туыс табылмағандықтан, жетесіздің жаназасы шықпайтындығы жайлы жиналған ел жұртқа айтылған. Марқұмның өз жұрты жетесізді туғанына өкініп, күңірене теңселіп жерге қарап, нағашы жұрты қасіреттен қабырғасы қайысып, жер шұқып, тай жұртымен ағайын туыстың көкірегі қарс айырылып, күрсініп, ақиқат сабағы жүргізілген. Қазақ тәңірлік жолмен жаназасыз қалғандарға оба обалаған, мәйітін шұңқырға лақтырып, иттігін шежіреге жазған. Оба. Оба жаназасыз қалғандардың сүйегі тасталатын жер. Оба күрек бойы қазылып, айналасы таспен жиектеле қаланған, беті ашық шұңқыр. Оаның беті қырқына дейін ашық жатқан, қырқына дейін ит құс тимесе, бетін жауып, шығыс жағына қара қазық қаққан. Қазақтың көмусіз қалғыр, көмусіз қал деген қарғысының бар ақиқаты осы. Қазақ өміріңе қарай жаназаң, жаназасыз қалма. Екінші, қара қазық. Жаназасыз қалғандардың обасының бас жағына қарағаштан қара қазық қағылған. Бұл жаман белгі еді. Өтесі өтелмегендіктің белгісі еді. Ол қара қазықты жаназа шешіміне риза болмағандар да қаққан, жаназадағы уәде орындалмай қалған жағдайда да қаққан, обадан маза кеткен. Айтшы, қазір қалай? Ақша берсең солай, көрінген дің келіп, танысын танымасын, білсін білемесін, бұл кісінің есімі кім еді деп қойып, кез келгенге ассалаятын оқып, рухын Аллаға тапсырдым деп кете береді. Себебі жат дінде жаназа жауапкершілігі жоқ. Олар суф, бұл пенденің сұрағы қиямет қайымда сұралады дейді де, жауызға да, бомжыға да, қанаушыға да, тонаушыға да фидиясын алып ассалаятын шығарып, жауызды халқының алдындағы жасаған кінәсі мен күнәсінен құтқарып, апыл-құпыл қара жерге кіргізе салады да істі тындырады. Оларда өміріңе қарай жаназаң, жаназасыз қалдың деп айтатындай қауқар жоқ. Жат дін, ол жат дін. Ұлттық салт оған бес тиын. Қазақтың қанына қолын бұлғаған, қатыннан қатын алып, шежіре заңын бұзған хандарымыздың халықты үгіттеп исламға кетуіне себеп болған осы жаназасыз қалу заңының қатаңдығы еді. Иттігі шежіреге жазылып, ұлты мен туғандарын азапқа салған, жетесіздерден еді дегізу кімге оңай тиді дейсің?
Сондықтан олар Тәңір дінінен безді, әлі безек қағып безіп жүр. Жаназасыз қалу зұлымға тоқтам, жетесізге сабақ, тоғышарға тәлім, жетесізге тәрбие болған заман еді. Ол заман, қазақ ол заманда ешқашан өз ұрпағына сен жақсы жүр, жақсы тұр, адам бол деп ұзағынан шертіп мораль айтпай, ей иттің тұқымы, жаназасыз қаласың, жаназасыз қалмағыр күшік, жаназасыз қалған атанып, шежіреңе дақ түсіріп, ел жұртыңды жерге қаратып, тұқыртпақсың ба деп қызына 40, ұлына 50 үйден тыйым салған. Қазақ ол заманда ұрпағына арақ ішпе, темекі тартпа, жаман болма деп көпіріп ынсап айтпай, жаназасыз қаласың күшік деп қысқа қайырып, болар істен хабардар етіп, тоқтам айтқан. Жаназасы шықпай қалған қазақ болмаған. Ол қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман еді. Азамат таза, жары адал, тәртіп мығым еді. Адамды өмір теңемесе де, өлім теңестіреді деген қате түсінік. Бауырым, әркімнің өміріне қарай өлімі, өліміне қарай жаназасы, жаназасына қарай құрметі, құрметіне қарай ұрпаға. Тойымсыз тамұқтан, жаны жарқын жұмақтан шығары хақ. Жақсының жаназасы сайрайды, жетесіздің жаназасы мылқау. Қазақ, қайтыс болған кісінің жаназасын Тәңірлік Құдайдың намазына сай болып, ұлтының алдындағы қарызы мен парызын қалай өтегенін мөлшерлеп барып шығар. Жаназасыз қалған қазақ болмасын. Қазақ, ұрпағың жаназасыз қалып, басына қара қазық тағылып, көрі ашылып, өліден маза кетіп, тірілерің айыптаушылардан болып, азғын ұл атанып жүрме. Қазақ, ұлан ту ұлы ұлттың баласы дегіз. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 290-292 бет.